Мен әйелімен бірге жаңа пәтерге көштік, қызым 1 жасқа толған. Біздің төсек үлкен болғандықтан қызымыз бізбен бірге ұйықтайтын. Көшкеннен кейін қызым кішкене өзгерді. Нақты айтсам, түнде өзі тұрып, қуыршақ ойнайтын болды. Біз бұл жағдайға мән бермедік, өйткені 1,5 сағаттан кейін ұйқыға кететін. Осыған қоса қызым тығылыспақты көп ойнайтын болды. Басында менімен. Сосын өзімен өзі осылай қараңғыда мен таппағанша отыра алады. Тіпті мынандай да болған. Біз бір бөлмеде отырамыз. Мен 1 минутқа шықсам болды. Мен қайттан келмегенше үстел астында отыратын. Осылай бір бөлмеде бір өзі ешқашан отырмаған. Өмір бізге жүгіріп келетіні. Бір жыл өтті. Қызым кішкене болсын сөйлей бастады. Ол әлі түнде тұрып кетіп жүрді. Түнде маған бір адам ертегі айтып береді деп айтқан. Міне мені түн ішінде біреу сөйлеп жатқаны тұрғызды. Қызым маған, әке анау тәте маған ұйқыны бермей жатыр деді. Қайдағы тәте? Қызым ұйықта дедім. Ана жерде, терезеде деді. Мен терезеден әйел көлеңкесін көрдім тіпті. Терезені ашып ол әйелді қуып жіберейін дегенде мен нақты тұрдым. Ешқандай әйел адам ол жақта бола алмайды. Біз 8-ші қабатта тұратынымызды есіме түсіндім.